Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз кеше болжағандай Илья Топурия нокаутпен Чарльзді жеңді. Бірақ біз екінші раундта жеңеді деп ойладық. Ал ол бірінші раундта нокаутпен жеңе салды. Бұл қысқа жекпе-жек болса да өте қызықты өтті. Чарльз бен Топурия разведкасыз бірінші раундтан бастап жеңуге тырысты. Оливейра аяқпен көп жұмыс істеді. Қатты лоу-киктер ұрып, джеб лақтыра бастады. Бірінші секундтан бастап Оливейра өзі интервьюларда айтқандай тек қана алға жылжып, лоу-киктер мен джебтер лақтырды. Ал Топурия болса өзінің фирменный бокс стилінде нокаутқа құлатуға тырысқан сияқты. Бұны сезген Чарльз Оливейра өзінің жеңісін күресте іздеген, бірақ Топурия өзінің базасы күрес екенін осы мезетте дәлелдеді. Жерге құлағанда астында қалқалмай, үстінен көтеріліп өзінің позицияларын сақтады. Бұл жерде Оливейра аяққа болевой іздеді, бірақ бұл захваттан Топурия өте оңай шығып кетті. Бұдан кейін рефери екеуін стойкаға қайта тұрғызды, және бұл жерде Оливейра үлкен ошибка жасады. Ол алға жылжып, размендерге кірді. Бұны күтіп тұрған Топурия өзінің ең қатты соққыларын Чарльз Оливейраның жағына жеткіздірді. Повторға қарасаңыздар, бір соққы жеткілікті еді. Себебі Оливейра арқасымен жерге құлап, защитада қойған жоқ. Келесі добиваниялар тек формальность болды. 17-0 UFC-де жеңіл салмақта жаңа король пайда болды. Бұл Илья Топурия. Бұл жекпе-жек осылай өтеді деп ойладыңыз ба? Комментарияға жазыңыз. Ендігі келесі жекпе-жек Илья Топурия үшін осы жеңіл салмақта Падди Пимблеттке қарсы болатын сияқты. Себебі бұл екеуінің арасында бұған дейін де конфликт болған. Бұл конфликтті Илья Топурия октагонда шешкісі келіп тұрған сияқты. Және де бұл да жекпе-жек өте қызықты болады, себебі екеуі де ударник. Мына кадрларда Падди Пимблеттің Топурияның қасында қандай ірі екенін көрінеді. Тіпті орта салмақтан келген жауынгер сияқты. Қазақша контентті қолдаймын десеңіз, осы парақшаға тіркеліңіз. Комментарий мен лайктар көп болса, видеоларда көп болады. Келесі кездескенше.